дүние деген ыстық қой адамға. Анау Құран Кәрімде анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден озып кеткеннен кейін Хазіреті Абу Бәкірдің кезінде дүние ыстықтығын байқалады ғой бірден пайғамбар алейхиссалам Құранда Алла тағала аят пайғамбарға түскен. Зекетті сол пайғамбарға бер деп айтқан. Пайғамбар алейхиссалам Алла тағала айтқан зекетті сен қабылда да оларға дұға. Яғни бұл пайғамбарымызға міндет болған. Одан кейін халифалар ала алмайды зекет деп дүниеге жабысып қалған. Сол кезде Хазіреті Абу Бәкір тұрып Хазіреті Омар айтқан, олар кәлима айтқан ғой, олар мұсылман ғой, сен оларға неме істемейсің дегенде, жаңағыдай олар қалай олармен қарсы соғысамыз деген жоқ. Олар Алланың исламның 5 тірегінің біреуін жыққай жатыр дегенде, сөйтіп 2 жылдың халифа болған кезінде олармен күресіп исламды қорғап қалған. Сондықтан зекет деген кедейдің ақысы. Мына жер бетінде 22 араб мемлекеті бар дейді. Мына Порохованың жолдасы күйеуі айтқан бір сөз бар. Мына жерде Алматыда 90 жылдар кездескенде. Сонда 22 араб мемлекеттері бәрі зекетті беріп тұрғанда жер бетінде кедей мұсылман болмас еді дейді. Хазіреті Омар ибн Абдул-Азиз 5-ші халифа деп есептелетін сол кісінің кезінде жер бетінде жаңағыдай зекет беретін кісі мұсылман адам, кедей адам таба алмай қалған заман болған екен де. Ал ол кісінің өзінің шапанында 13-14 жерінде жамау болған. Сондай қарапайым болған. Сондықтан айтайыншы дегенім, зекет ол кедейдің ақысы. Сол сияқты садақаны, бұл адамдағы ауру дерттен қалай арылады адам баласы садақа бере бастағанын. Және оны біз балаларымыз тәрбиелейміз. Үйде кішкентай қобдишаны қой да, балам сен мынаған садақа, өзің бір саған 100 теңге бердің, 10 теңгеңді болса да, осыған салып жүрші, осы ай сайында, ай соңында бір мұқтаж кластасыңа, мұқтаж мешітке, мұқтаж бір көршіңе апарып берші деп тәрбиелеуіміз керек. Сонда бұл балалар біздің жаңағыдай жаманшылыққа үйренбейді. Жаңағыдай сараңдыққа үйренбейді. Бұл сараңдық деген жаман дерт. Иншалла, сондықтан Алла тағала біздің осындай сараң болмай жомарт болуды нәсіп етсін. Береген қол алаған дейді ғой.